Спортқа ойсайық, жаппай көкпар спорт ретінде танылды. Кеше Елордада көкпар федерациясының басшылары жиын өткізіп, ережеге өзгеріс енгізді. Ол қандай өзгеріс? Оны дәл қазір Республикалық бәйге федерациясының президенті Ғани Дермановтың өз аузынан тыңдамақпыз. Ғани мырза, қош келдіңіз. Сонымен жаппай көкпар ережесі өзгеріс енгізілді деп жатырмыз. Ол қандай өзгеріс? Тоқтала кетсеңіз. Кешегі таңда бізде облыс қалалық өңірдің жаппай көкпар федерациясының төрағалары жиналды. Ол жерде біздің жаппай көкпарымыз спортқа кіріп, оны реестрге тіркелгеннен кейін, әр спорттың өз талаптары бар. Соған сай біздің алаңымыз белгіленді. Алаңда аут дейді, ол кезде аутқа шыққан кезде қалай басталатын, тем более көрермендердің қауіпсіздігі, қатысушылардың қауіпсіздігі, сол сияқты жануар енді ат тұлпар шауып жүрген аттарға да қиянат келмей, жарақат алмайтын жағдайлардың бәрін қарастырып, сол жерде дауыс салып, сол ережелерге осындай өзгерістер, біраз өзгерістер енгізіліп, осы жақын арада олардың бәрі министерствомен бекітіліп, жарияланамыз. Сол сияқты біреуін айтуға бола ма? Алғашқысын жасырын болмаса, әлде жасырын түрде? Жоқ, жасырын түрде ешқандай жасырын жоқ. Мысалы, мына ережені бұлай өзгерттік деген секілді. Біздерде салмақ белгіледік. Салмақ белгіленген қазір біз таңда спорт болғандықтан республикалық международный ойындар болады. Әр облыстың арасында олардың мықтылықтарын қалай анықтау, оларға қатысушылардың шектеу қою. Біз жаппай деген кезде көрермен аттың үстіндегілердің бәрі қатысады ғой. Бұл таңда 20 шабандоздан әр облыстан, әр қаладан біз бекіттік, шектеу қойып жатыр. Олардың қай облыстың, қай қаланың мықты екенін анықтау үшін. Сол сияқты оларға жаппай көкпарда бұрыннан білесіздер, бірінші, екінші, үшінші орын деген болмаған. Сол сияқты қазір спорт болғандықтан бірінші, екінші, үшінші орындар белгіленіп, одан қараусыз тұлпарларға да ішінде жүйрігі, үздігі анықталып, оларға да марапат берілуді. Сондай өзгерістер енгіздік. Енді жаппай көкпардан тұңғыш рет ел чемпионаты өтпек. Енді командалық жарыстарды біліп жүрміз ғой. Екеуінің айырмашылығы қалай? Жарыста шабандоздар қалай іріктелді ме алды? Біздің жаппай көкпар атам заманынан жазылмай жатқан ережелеріміз жазылып, бекітіліп, қазір не деген тәртіп орнатып, қазіргі таңда қазақ елінде брендке айналды. Ұлттық спорт именно жаппай көкпарымыз, қызықшылық көп, көрермен көп. Қазір содан кейін біз оның ішінде командалық көкпарда 4-4 бір облыстан бір облыс шықса, бұл жерде жаппай 13 облыс келсе, 13 облыста қатысады. Әр қайсынан 20 шабандоздан. Солар шабылады, ол жерде мықтылар анықталады. Сол сияқты сонда айырмашылығы бар. Бірақ өте қызықшылық көп, бәрі қатысқандықтан үлкен дода болады. Ол жерде біраз аттар іріктеледі, біраз шабандоздар іріктеледі. Ол былай айтқанда, командалық ойынымыздың жастар осыған бейімделіп, аттың үстінде отырып, тақымын, сияқты өзінің мықтылығын, тәжірибесін үйреніп, дайындалып, сол жерде іріктеледі. Жігітте де жігіт бар, азаматы бір бөлек, жылқы ішінде жылқы бар, қазанаты бір бөлек дейміз. Көкпарда топ жару азаматқа да, қазанатқа да байланысты. Елдегі енді қолтумамыздың жайы қалай? Біздің қарабайыр қазанаттарымыз өте жүйрік, өте жүректі, кезінде ата-бабаларымыз біліп, сондай ұрық шығарған ғой. Қазір топты жарып жүргенде, былай айтқанда, қазіргі 10 үздік аттың бәрі өзіміздің қазанат қарабайыр аттарымыз. Бірақ қазіргі таңда не деген керемет селекция болып отыр. Не деген таза қанды аттар, будиондар, англотракен дейді, английский аттарымыз бар, рысактар бар, біраз аттар кеп, біздің қарабайыр қазанаттармен шатастырып, солардан жақсы ұрықтарды шығып, олардан іріктеліп жатыр. Рахмет енді Ғани мырза, бізде уақыт аз. Қадірлі көрермен, бізде қонақта болған Республикалық жаппай көкпар федерациясының президенті Ғани Дерманов мырза. Ал біз жалғастырамыз.